Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Менің клиенттерім сұрап жатыр, сіздерде Каспирет рассрочка бар ма деп. Бізде Каспирет рассрочка жоқ. Өздеріңіз білетіндей, ислам дінімізде кредит, рассрочка, Каспирет деген нәрсенің барлығы харам болып есептеледі. Өсім бар нәрсенің барлығы харам болып есептеледі. Сол себепті де біз Каспирет рассрочка қосқан жоқпыз. Жалпы ұстаздарымыз айтып жатады, негізі рассрочкаға, Каспиретке товар сатуға болады дейді. Бірақ қолыңнан келіп жатса, абзалы сатпай қойсаң да болады дейді. Негізі өйткені біреуі харам болып, біреуі рұқсат етілген болғанымен, екеуі бір-біріне қарама қайшы болғандықтан абзалы негізі сатпай қойсаң болады деді. Сонымен біз Каспирет рассрочка қосқан жоқпыз. Жалпы мен өзімнің басынан өткен жағдайды айтып берейін. Мен бір кезде 12 айға рассрочкамен iPhone алған болатынмын. Сол iPhone'ды 8 айдан кейін сатып жіберген болатынмын. Сол қарыздарымды қайтару үшін сондай бір жағдайлар болып қап сатып жіберген болатынмын. Яғни рассрочка алынған, Каспиретке алынған, кредитке алынған нәрселерде береке жоқ. Бір кезде мен бизнеске деп миллиондаған ақша алып, бизнеске салған болатынмын. Бизнесім жүрді, бірақ ол ақшада береке жоқ. Артынан мен үлкен қарызға батып қалған болатынмын. Сол себепті де сіздерге де айтарым, кредит, рассрочка, Каспирет деген нәрсеге жоламай қойыңыздар. Аллаға сабыр етіп, әрекетін жасасаңыздар, міндетті түрде басқандай бір жолы табылады. Тапқан ризықтарыңыз берекелі болады. Соны айта кетейін деген. Сау болыңыздар.